Сәлем достар, сендермен бірге мен Асия. Менің каналыма қош келдіңдер. Ал енді бүгін бізде кезекті челлендж болады. Бұл челлендж 24 сағат бойы 200 лираға өмір сүрем. Келе бер. Біз қазір чаршыға шығып жатырмыз. Өзіміздің базарға, магазинге. Сол жақтан барамыз да ішіп жейтін нәрсе аламыз. Бірақ 200 лираға. Бірақ біз қазір обед ішпейміз, сырттан ішеміз обед. Сол үшін біраз кетейін деп тұр. Осылай. Біз қазір бургер алатын жерге келдік. Уже 200 лирам құрт тастадым. Менде осынша ғана ақша алды. Қарнымыз ашып тұр, қазір енді біз бургер жейміз. Мінекей достар, біз бургер алдық. Барлығымыз бургер алдық. Қазір енді жейміз. Наггетсы, фри, бургер, сосын айран. Бұның барлығы 130 лира болды. Достар, сонымен біз өзіміздің сүйікті бимымызға келдік, магазин. Бұл жерден ішіп жейтін тәтті нәрселер алсақ болады. Не нәрсе алады екен біз көреміз. Мына жерде бізде Джанга бар. Бұл ореховый шоколад. Мен прям жақсы көрем. Енді бұл 18 лира тұрады екен. Так, давайте осыны аламыз. Мен осы жердегі челеклі сүтті аламын, ол бізде 10 лира. Ал саламыз мына жаққа. Ал достар, мен мына жақтан тағы бір нәрсе тауып алдым. Бұл чизи. Бұл бізде 13 лира тұрады. Точнее 14 сияқты. 13, осындай чипсы сияқты дәмді осыны аламын. Қазір біз кассада тұрмыз. Енді мен заттарымды аламын қазір. Пайдалы тамақтанайын деп біраз жеміс-жидек алдым. Қазір төлейміз. Сонымен достар, мен келдім. Мен басқа жеміс-жидек алғанмын. 2 банан, сосын 2 алмұрт алдым. Менде алма, лимон дегендер бар қазір. Сол үшін кішігірім ғана алдым. 18 лира. Потом 12 лира шықты. Сонымен 30 лира болды. Ал мынау бимнан алғандарым. Джанга, сүт, потом чизи. Осылай менде 70 лира кетті. Ал өздеріңіз көргендеріңіздей, мен еще бургер алып жедім. Сонымен 200 лираның барлығы кетті. Ал енді қалған күнді осы заттар жеп өткіземін. Тілім жоқ, әйтпесе көп нәрсе айтып берер едің. Солай ма? Жарайды, достым. Бізде қазір кеш болып жатыр, сағат 9:30. Ал мен кішкене жүрек жалап алғым келіп тұр. Сондықтан да мен қазір алмұртты жуып жейтін боламын. Сонымен достар, бүгінгі челлендж аяқталды. Енді келесі кездескенше.